Сәлем, енді мен сізге 2012 жылғы Америка мэриясы деп аталатын фильмдер туралы айтып беремін. Бойжеткен хирург ретіндегі шеберлігін әртүрлі адамдарға көмектесу үшін заңсыз пайдалануды ұйғарады. Көруден ләззат алыңыз. Мэри есімді жас қыз әйгілі медициналық колледжде оқиды. Ол үздік студент болуға тырысады. Сондықтан ол барлық бос уақытын жаттығуға арнайды. Үнемі өз дағдыларын үйде жаттықтырады. Профессор оның болашағы зор деп санайды. Бірақ соған қарамастан, ол оны мезгіл-мезгіл сөгіп, қыздың жақсы жолдан тайып кетпеуіне үміттеніп, неге осында екенін еске салады. Рас, соңғы кездері Мэри үшін бұл өте қиын болды. Оған ақша жетіспейді. Сондықтан оның ұялы байланысы тіпті үзіліп қалады. Дегенмен, Мэри әрқашан сүйікті әжесіне кемпірдің жүйкесін жұқартпауға тырысып, жақсы жұмыс істеп жатқанын айтады. Шарасыздықтан қалалық әкімдік түнгі клубқа жұмысқа орналасуға бел буады. Ол түйіндемесін жіберіп, сол күні кешке жұмыс сұхбатына келеді. Билли есімді бастық оны денесін көрсету үшін бөлмеге апарып, қызға стриптизші лауазымын ұсынады. Осы кезде күзетші кеңсеге кіріп, Биллиге олардың үлкен қиындыққа тап болғанын айтады. Қыз біраз уақыт жалғыз қалады. Ал Билли ол үшін қайтып келгенде, Мэриге бір ота үшін $5000 ұсынады. Жалғыз шарт. Ол ешқандай сұрақ қоймау керек. Мэридің әлі медициналық лицензиясы жоқ. Бірақ бұл фактіге ешкім мән бермейтін сияқты. Сондықтан ол келіседі. Және бейтаныс адамның жан түршігерлік жарақатын тексергеннен кейін ол ең күрделі операцияны жасайды. Бақытымызға орай, ол үшін бәрі жақсы болып жатыр. Ал қыз жай ғана босатылды. Ақшаны алғаннан кейін ол үйге оралады. Ол жерде жүйке ауруы болады. Мэри қарақшылар оны жойғысы келеді деп қорқады. Бірақ барлық қорқыныштарына қарамастан, қатты шаршаған, қыз әлі ұйықтап жатыр. Келесі күні таңертең Мэриге бейтаныс адам қоңырау шалып, оны дәрігер ретінде көреді. Бұл әйел клубтан болуы мүмкін деп ойлап, қыз бірден телефонды қояды. Біраз уақыттан кейін оған бұрынғы жұмысының бастығы хабарласып, мейрамхананың жабылғанын, яғни Мэридің жұмыстан шығарылғанын айтады. Қыз қатты ренжіді, бірақ медицинада өз дағдыларын жалғастыруда. Бір күні оның пәтеріне Беатрис есімді бейтаныс әйел кіріп келеді. Ол туралы білгенін айтып, оны ұрып тастады. Бейтаныс адам Мэриге оның байыпты екенін көрсету үшін бірден $200 береді. Содан кейін ол қуыршаққа ұқсау үшін көптеген операциялар жасағанын айтады. Ол мұнда Мэриден Руби есімді досына арнайы ота жасатуын сұрау үшін келді. Өйткені барлық басқа дәрігерлер мұны жоққа шығарады. Ақша мәселесі емес, дейді ол. Сондықтан олар бір ота үшін $10,000 беруге дайын. Бірақ соған қарамастан Мэри бәрібір бас тартады. Беатрис басқаша талап етпейді. Және тек ертең ветеринарлық клиникада кездесуді сұрайды. Онда ол келген нәрсесі үшін $2000 ала алады. Ал келесі күні кешке Мэри емханаға келеді. Онда ол алдымен ақша алады. Содан кейін Рубимен танысады. Ол да қуыршақ сияқты болуға тырысады. Бейтаныс адам Мэриді емізіктерін алып тастауға көндіреді. Ал біраз уақыттан кейін Мэри әлі де операцияға келіседі. Ол бақытымызға орай сәтті өтеді. Мэрия соңында Беатриске құрбысы екеуі не болғанын ешкімге айтпау керектігін еске салады. Қыз үйге келе салысымен ол қайтадан бақылауды жоғалтады. Көп ұзамай Мэри практиканы бастайды. Онда ол доктор Грантпен кездеседі. Бір күні жұмысқа бара жатып, ол Беатриспен кездеседі. Ол оған ота жасағаны үшін алғыс айтып, кішкентай сыйлық береді. Күннің соңында доктор Олш Мэриді кешке шақырады. Қыз қуана келіседі. Өйткені ол жерде біркелкі емес тыныс алатын доктор Грант болады. Кенеттен тәлімгер оның сусынына белгісіз затты араластырады. Соның салдарынан ол бір сәтте өзін басқара алмай қалады. Содан кейін дәрігер Мэриді жатын бөлмесіне апарады. Сонда ол бүкіл процесті камераға түсіріп жатқанда оны қорлауды шешеді. Таңертең Мэри дәрігердің төсегінде оянып, болған оқиғаны есіне алып, үйіне қашып кетеді. Дәл осы сәтте қызды кек алуға деген ессіз шөлдеу орап, қанды жоспар құрып жатыр. Бірнеше күннен кейін Мэри оқуын тастап, Грантты ұрлау үшін Биллиді жалдайды. Қыз оның дене пішінін толығымен өзгерту үшін оған бірнеше ота жасамақшы. Дәлірек айтсақ, Мэри қылмыскердің аяқ-қолын кесіп тастамақшы. Күрделі операцияның арқасында Мэри шынымен де тәжірибелі пластикалық хирургқа айналады. Енді Билли оған клиенттер іздей бастады. Ал қыздың өзі заңсыз операциялардан жақсы табыс табады. Көп ұзамай Мэри өзінің шеберлігімен танымал болады. Бір күні оған дәрігердің жоғалып кетуіне қатысты істі тергеп жатқан полиция қызметкерлері келеді. Қыз ештеңе білмейтіндей кейіп танытып, профессор оған өте қатал болғанымен, бұл оны жек көруге себеп емес екенін түсіндіреді. Детектив Мэриге бірдеңе білсе қоңырау шалуын сұрап, телефон нөмірін қалдырады. Бірақ Мэри оның сөзіне мән бермейді. Рас, оны сол кезде кеште болған доктор Олш мазалай бастайды. Және қыздың серіктесінің жоғалып кетуіне қатысы бар деп болжауы мүмкін. Кешке ол клубқа келіп, Биллиден бұл мәселені шешуін сұрайды. Содан кейін ғана Мэри Беатриспен кездеседі. Ол оған операция үшін қомақты ақша төлеуге дайын жаңа науқастар бар екенін айтады. Бұл жолы егіз апалы сіңлілер қолдарын ауыстырып, өздерін сөзбе-сөз фантастикалық кейіпкерлерге айналдырғысы келеді. Мэри бір уақытта
екі адамға операция жасай алмайтындықтан Билли оған көмекші тауып береді. Операция өте сәтті өтті және қыз үлкен ақша алады. Осыдан кейін ол профессорға қайта оралады. Ол әлі тірі екені анықталды. Қыз оған өзінің жетістігі туралы айтып, қазір ол тек бірінші дәрежелі хирург емес, шын мәнінде адамдарды бақытты ете алатын адам екенін түсіндірді. Дәрігер Мери өз клиенттеріне суреттерін көрсететін модельдің бір түрі болып шықты. Кенеттен оған күзетші шабуыл жасайды. Ол доктор Грантқа көмектесуге тырысады. Бірақ қыз қызық адаммен қарым-қатынас жасай алады. Көп ұзамай оған полиция келуі мүмкін екенін түсінген Мери құрбанынан да құтылады. Осы кезде Билли Уолшты ұрлап әкетіп, оны қатты ұрып тастайды. Ол аз дегенде бос емес болғандықтан Мери Биллиде жұмыс істейтін қатал жігітпен кездесуге барады. Әлі де есеңгіреп қалған. Қалалық әкімдік оның не істеу керектігі туралы әңгімелейді. Бірақ бейтаныс адам бір күні анасының үйіне бір қарақшы кіріп, оны қатты жарақаттағаны туралы әңгіме айтып, қызды тыныштандырады. Жігіт Мериге не істеп жатқанын құнсыздандармау керектігін түсіндіреді. Егер ол олардың бұған лайық екеніне сенімді болса, онда өзін кінәлі сезінудің қажеті жоқ. Мери бейтаныс адамның сөзінің мағынасы бар деп ойлайды және ол өз ісімен айналысады. Егіздерге жасалған операциядан кейін Мери жастар арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Барған сайын көбірек адамдар қызға өте нақты операция жасауды өтініп келеді. Біраз уақыттан кейін детектив оған қайта келіп, тағы бір дәрігердің жоғалып кеткенін айтады. Ол сонымен қатар профессор Гранттың қыздарды зорлағаны туралы бірнеше жазбалар тапқанын айтады. Ер адам Мериге дәл осындай жағдай орын алуы мүмкін деп болжап, оған көмек керек пе деп сұрайды. Бірақ қыз не болып жатқанын түсінбегенде кейіп таныта береді. Содан кейін детектив жай ғана кетіп қалады. Бірнеше минуттан кейін Мери әжесінің қайтыс болғанын, ал қазір қыздың отбасы қалмағанын және оған қамқорлық жасайтын жалғыз адам Билли екенін біледі. Алайда ол клубқа келгенде жігіттің оны жаңа даяшымен алдап жүргенін байқайды. Мұны көрген Мери сөзбе-сөз есінен танып қалады. Бастапқыда ол тіпті өзінің жағдайын пайдаланып, Биллидің иесімен айналыспақшы болады. Бірақ көп ұзамай ол шешімін өзгертіп, қызды үйіне жібереді. Содан кейін Билли кешірім сұрап, Мериге онымен бірге сапарға шығуды ұсынады. Бірақ қыз оған ойлану керек деп жауап береді. Осы кезде Рубидің күйеуі үйіне қайтып келеді және әйелінің өзіне не істегенін білгенде үнсіз қалады. Мери үйге келе салысымен оған Беатрис қоңырау шалады. Ол Рубидің күйеуі әйелін өлтіргеннен кейін оны ұрып соққанын айтады. Ол сондай-ақ оның оны азаптағанын және операцияны кім жасағанын айту керек екенін айтады. Осы кезде бейтаныс адам Мерияға шабуыл жасап, оны пышақпен жарақаттайды. Қыз әлі күнге дейін қаруын тартып алып, ер адаммен қарым-қатынас жасай алады. Содан кейін Мери соңғы күшімен операция бөлмесіне кіріп, жарасын тігуге тырысады. Ол өмір бойы көптеген операцияларды жасады. Бірақ өкінішке орай өзін құтқара алмады. Өйткені кейінірек полиция келгенде қалалық әкімдік өліп қалған екен. Детектив үйден фотоальбом тауып алады. Онда доктор Гранттың суреттері бар. Енді ол басқа тырғышты біріктіріп, Меридің оған ренжігені үшін онымен күрескенін түсінеді. Қызға қарап, оған дер кезінде көмектесе алмағанына шын жүректен өкінеді. Фильмнің соңы. Енді біздің жасаған еңбегімізді бағалап арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.